Бәріңе сәлем. Бүгін мен сендерге Гая Месть богов киносы туралы айтамын. Видеоны көрмей жатырып каналға подписаться етуді ұмытпа. Қыз бен жігіт орманның арасында өзенде келе жатады. Габи есімді жас қыз дронын орманның арасына жібереді. Басында айтарлықтай ештеңе байқамайды. Бір кезде ол үсті-басы балшыққа былғанған адамды көреді. Дроны жерге құлап қалады. Сигнал үзіліп кетеді. Габи дрон іздегісі келеді, бірақ қасындағы Уинстон оны тастай сал деп қалған 4 камераға мән беріп қарау керек дейді. Кейбір қауесеттер бойынша бұл орманда көптеген адамдар жоғалып кеткен екен. Бірақ бұл Габидің бойында ешқандай қорқыныш ұялатпайды. Ол жағаға түсіп қалады. Оның үстіне ормандағы 2 жабайы адам кезекті істермен айналысуда. Камераның бетін жауып, жануарларға қақпан құрып, өздеріне азық жинап жүреді. Габи осы уақытта адасып үлгереді. Ол рациямен Уинстонмен байланысуға тырысқанымен екеуі екі жаққа кеткен соң хабарласа алмайды. Бір кезде Габи біртүрлі дыбысты естиді. Артына қараса, жапырақтардың арасынан адам бейнесін көргендей болады. Дауыс басқа жақтан естіледі. Артына қараса ешкім жоқ. Габи қорқып кетіп бұл жерден құтылғанша асығады. Асығып келе жатып ол аяқ жағындағы жіпті байқамай қақпанға ілініп аяғына ағаш кіріп кетеді. Қыз қатты айқайлап жібереді. Жылап рациямен Уинстоннан көмек сұрайды. Бірақ жауап болмайды. Бір кезде қапталынан біреудің көлеңкесі көрінгендей болады. Қатты қорқып ол аяғына кіріп кеткен ағашты суырып алады. Жанына батып айқайлаған дауысы Уинстонға естіледі. Ол жүгіріп қайығына барып рацияны алмақшы болады. Асығыс жүгіріп келіп, ол рацияны суға түсіріп алады. Рация істемей қалады да оны іздеуге шығады. Іздеу түнге дейін жалғасады. Ол қанша айқайласа да қыздың дауысы естілмейді. Қараңғыда іздеп жүріп ол балшыққа түсіп кетеді. Сол кезде ағаштардан біртүрлі дауыс естіледі. Габи осы кезде алыстан жұмбақ жарыққа қарап тұрады. Оның жан-жағында белгісіз нәрселер ұшып жүреді. Ол жарыққа қарай жүріп барғанда ол жерден ескі үйшікті көреді. Есікті қағады. Ешкім ашпағандықтан ішіне кірсе ешкім болмайды. Бар күші таусылған қыз жерге жата кетіп жараланған аяғындағы аяқ киімін шешеді. Бұл кезде Уинстон балшықтан шығып әлгі дауыс қатты шыққандықтан ол жүгіріп қашады. Қыз түс көріп жөтеліне тұншығып жатады. Жөтелген кезде ол алақанына саңырауқұлақтың кішкентай бөлігін құсып жібереді. Қыз шошып оянғанда үйге 2 жабайы адам келеді. Олар қызды күтпегендіктен үлкені тұрып қызға шабуылдай бастайды. Бұл кезде Уинстон ағаштың түбінде отырады. Дыбыс басылғандай болады, бірақ қайтадан басталады. Оның дәл қасынан шығып тұрады. Қорқынышын жеңіп ол артына фонарын жағып қарағанда сұмдық қорқынышты жаратылысты көреді. Артына қарамай қашады. Қашып келе жатып жерге құлап фонаригінен айырылып қалады. Сол кезде әлгі қорқынышты монстр алдынан шыға келеді. Адамға ұқсас келетін ұсқыны біртүрлі дауысы жағымсыз жаратылыс. Уинстонның бар ойы алды-артына қарамай қашу. Бұл уақытта жабайы адамдар сабазына түсіп қызбен танысады. Үлкенінің есімі Баррет, ал оның көп сөйлемейтін баласының аты Стефан. Олар кешкі асын саңырауқұлақпен құрттарды жеп ұйықтауға кетеді. Ұйықтар алдында Габи орманнан қорқынышты нәрсе көргенін айтады. Баррет үндемейді. Уинстон ақыры қонатын жер таба алмай бір ағаштың түбінде отырғанда артынан ағаштың жіңішке тамырлары жайылып жақындап келе жатқанын байқамайды. Таң ата Баррет Гарридің аяғына балшық сияқты бірдеңе жағып, баласы екеуі сыртқа кетіп қалады. Габи осы сәтте тағы да түс көреді. Бұл жолы ол саңырауқұлақтардың денесінде өсіп жатқанын көреді. Габи оны қолдарымен жұлып алып жатады. Шошып оянып түсі екенін түсінеді. Габи рация арқылы тағы да Уинстонмен байланысуға тырысады. Бұл жол ол жауап береді. Бірнеше секундтан кейін арғы жағынан жаман дауыс шығып Уинстон айқайлап жатады да үзіліп кетеді. Габи үйдің ішінде от жағып отырып еденнің астынан күліп тұрған әйелдің суретін тауып алады. Аяқтың дауыстары естіліп, Габи оны қайтадан тығып тастайды. Баррет келіп отты өшіріп, күндіз от жақпа деп ескертеді. Ол баласының анасы туралы айтып, анасы 13 жыл бұрын ісік ауруынан қайтыс болған деп айтады. Ал өзі кезінде фитопатолог болып жұмыс істеген, әйелі қайтыс болғаннан кейін баласы екеуі орманға кетіп қалған. Біраз уақыт өткен соң орманнан бір ханшайымды кездестірдім дейді. Түнге қарай үйдің сыртынан дыбыстар естіледі. Габиге егер олар ішке кіріп келсе қабырғаға жақын тұр, олардың көзі көрмейді дейді. Олар ішке кіріп келіп Стефан біріншісін садақпен атып үлгереді. Екіншісі кіріп Барретті жерге құлатып Габиге шабуылдамақшы болғанда көзі көрмегендіктен оны нақты таба алмай тұрады. Сол сәтте Стефан артынан пышақ тығады, екеуін сыртқа қуып жібереді. Бірақ үйде саңырауқұлақтың ұшқындары қалып қойып Габиді улап үлгереді. Баррет бұл жаратылыстар туралы Габиге айта бастайды. Олар адаммен қоректенеді, адамның көзін, аузын, өкпесін жейді.
Ең соңында өліп қалған адам ағашқа айналып кетеді. Таң ата Стефан Габидің қасында отырады. Ол Габидің сұлулығына тамсанып отырады. Габи оған телефондағы суреттерін көрсетеді. Бұл ісі Барретке ұнамай телефонды алып лақтырып жібереді. Шамалдан соң әкесі мен баласы әлгі ағаштардың ішіндегі ханшайымға келіп тамақ әкеледі. Сол кезде ол ағаштың ішінен саңырауқұлақтар өсіп шығады. Әкесі екеуі соны жейді. Өйткені бұл денеде саңырауқұлақтардың өсіп кетуін тоқтатады екен. Бірақ оны Габиге бермейді, сондықтан оның денесінде саңырауқұлақтар өсе бастайды. Габи оған қатты мән бермесе де Стефан уайымдайды. Стефан оны ұнатып қалған секілді. Күндіз Габи Уинстонды іздеп оны көргенде шошып кетеді. Ол денесінде әртүрлі саңырауқұлақтар өсіп кеткен. Ең сорақысы ол әлі тірі жатыр. Осы уақытқа дейін қатты қиналып жатқан. Уинстон өзін өлтіруін өтінеді. Барретт оны орындайды. Кешке Габи аяқтарында саңырауқұлақ өсіп жатқанын байқайды. Ол Барреттен дәрі сұрайды. Ол үндемей ханшайымға кетіп қалады. Ханшайымнан дәрі алу үшін оған тамақ апарады, бірақ ол бұл жолы тамақ емес басқа нәрсе сұрайды. Осы сәтте Стефан мен Габи үйде әңгіме айтып отыр. Стефан анасының әлі тірі екенін айтып, осы орманда жүр дейді. Таң ата Стефан тағы әкесімен дәріні жеуге кетіп, дәріні жегендей болып аузына салып Габиге әкеліп береді. Стефан Габиге анасын көрсетеді. Ол ағашқа айналып кеткен. Ертеңіне Габи Стефан екеуі қашқысы келіп кетіп бара жатқанда Барретт келіп Стефанды алып қалады. Барреттің есі шамалы дұрыс емес секілді. Барретт қолына пышақ алып баласын ханшайымға келеді. Ханшайымның әлгінде тамақтың орнына не сұрағаны белгілі болды. Габи қашып келе жатқанда әлгі құбыжықты көреді. Ол дыбысын шығармай тығылуға тырысады. Бірақ олар орманда өте көп секілді. Амалы болмай Габи қашып келе жатып оларды садақпен атып жатады. Барретт баласының денесін пышақпен жаралап жібереді. Баласы Стефан олай істемеуін өтініп жатады. Осы сәтте Габи келіп қалады, бірақ оны ағаштың бұтақтары қысып алып, ол қозғала алмай тұрады. Барретт баласының орнына Габиді өлтіргісі келеді. Стефан қарсы шығады, екеуі төбелесіп жатады. Габиге құбыжық шабуылдайды. Оны Стефан құтқарып қалып, екеуі қашып кетеді. Барретт құбыжықтың қасында қалып қояды. Таң ата ол ханшайымнан көмек сұрайды, бірақ ол жауап бермейді. Барреттің денесінде саңырауқұлақтар өсіп, әлсірей бастайды. Ханшайымға тамақ әкелмеген соң ол дәрі бермейді де, ақыры Стефан Габиді құтқара алмайды. Габи мені мына қиындықтан құтқар деп өтініп жатады. Стефан кетіп қалады. Габи ағашқа айналып кетеді. Стефан осыдан кейін қалаға жеткен екен. Мүмкін осыдан кейін оның өмірі дұрысталатын шығар. Ол тамағын жеп тұрып бара жатқанда бургерден саңырауқұлақтың көгеріп келе жатқанын ешкім байқамайды. Достар, осы секілді қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесіде кездескенше.